Петропавл тұрғындары үшін таң қайғылы оқиғамен атты. Таңғы 5-те қала шетіндегі үйлердің бірінде өрт шығып, 4 бірдей тірі адамның өмірін жалмады. Жақын араласқан көршілерінің айтуынша, қазаға ұшыраған азаматтар ешбір зиянды әдеті жоқ. 5 уақыт намазын оқитын отбасы болған екен. Қандай үй күйіп кетті. Бұл үйде жас семья тұрған. 2 баласы бар, 2 қызы. Жақсы кісілер, жұмыс істейтін екеуі де, арақ ішпейтін, Аллаға берілген кісілер. Үйден 41 жастағы әйел мен 42-лер шамасындағы ер адамның мүрдесі шықты. Қайғылы оқиға онымен қоса 7 жасар балдырған мен 15 жастағы қыз баланың өмірін бір-ақ сәтте орап әкетті. Өртті бірінші көрген Андрей Кирпичников үйдің шатырының дыбысынан шошып оянғанымда үй жалындап жатты дейді. Мама услыхала, что это шифер что-то начал греметь. Бес кезінде анам далада әлде бір шу шығып жатыр деп оятты. Шығып қарасам, көршінің үйі күйіп жатыр. Мүмкін біреу шыққан шығар деп үйлеріне тұра жүгірдім. Суворов көшесіндегі үйден шыққан өрттен күл ғана қалды. Тілсіз келген жау бүтін бір отбасының өмірін жалмап кетті. Қазір мұнда төтенше жағдайлар департаментінің мамандары әлде жұмысын жалғастыруда. Осы қайғылы оқиғаға байланысты төтенше жағдайлар департаменті өрт бақылау басқармасының басшылығы журналистермен кездесіп түсініктеме берді. 4 адам қаза тапты, соның мүрделері табылды. Өрттің себебі анықталды. Соңғы түтіні дейін басылғанша дейін біздің өрт бөлімдері сол орында тұрады. Өрттің қалдықтарын жою түске таман әлде жүргізіліп жатты. Дегенмен төтенше жағдайлар департаментінің мамандары қызыл жалынның шығу себебін әлде анықтау үстінде. Көршілерінің айтуынша, жағымсыз қасиеттері болмаған отбасының не себептен өрттің астында қалғаны белгісіз болып тұр.